Ертеде бір қалада бір-біріне өте жақын екі бала өмір сүрді. Олардың аты Кай мен Герда еді. Олар көрші үйлерде тұратын, бір аулада ойнайтын, және бір-бірін туған бауырындай жақсы көретін. Жаз күндері терезе алдындағы жәшіктерге гүл отырғызып, қыс келгенде қардан түрлі мүсіндер жасайтын. Балалар үшін әлем сол кішкентай ауладан басталып, сол жерде аяқталатындай көрінетін. Бір күні алыстағы бір зұлым сиқыршы адамдарды алдау үшін ерекше айна жасап шығарды. Бұл айнаға қараған адам жақсылықты көрмей, тек жамандықты ғана байқайтын болды. Әдемі нәрсе ұсқынсыз болып, мейірімді адам суық болып көрінетін. Сиқыршы айнасын бүкіл әлемге таратқысы келді. Бірақ айна аспанға көтерілген кезде сынып кетіп, оның ұсақ сынықтары жан-жаққа шашылып түсті. Кейбір сынықтар адамдардың көздеріне, ал кейбірі жүректеріне кіріп кетіп, олардың мінезін өзгертіп жіберді. Сол күндердің бірінде дәл сондай сынық Кайдың көзіне және жүрегіне түсті. Осы сәттен бастап ол мүлдем өзгеріп шыға келді. Бұрын жақсы көретін гүлдерді енді мазақ ететін, Герданың сөзін тыңдамайтын болды. Оның жүрегі суып, мейірімнен алыстай түсті. Герда досының не себепті өзгергенін түсінбеді, бірақ оны бұрынғыдай жақсы көріп, үнемі уайымдап жүрді. Қыс түскен бір суық күні қала алаңында ақ шанамен келе жатқан сұлу да суық жүзді әйел пайда болды. Бұл қар ханшайымы еді. Ол Кайға жақындап, оны өз шанасына отырғызды да боранның ішіне алып кетті. Кай қар мен мұздың арасында көзден ғайып болды. Герда досының жоғалып кеткенін білгенде қатты қайғырды, бірақ оны іздеуге бел буды. Ол Кайды табу үшін жалғыз өзі ұзақ сапарға аттанды. Алдымен Герда үлкен өзенге жолықты. Ол өзеннен Кайды көрмедің бе деп сұрады, бірақ өзен тек баяу ағып жолды нұсқағандай болды. Кейін ол әдемі бақта тұратын қарт әйелге кезікті. Әйел Герданы өз жанында қалдырғысы келді, алайда Герда досын ұмытпай жолын жалғастырды. Ол қалың орманнан өтті, қарақшыларға тап болды. Бірақ олардың арасындағы кішкентай қыз Герданың батылдығына таң қалып, оған көмектесті. Ұзақ жолдан кейін Герда алыстағы суық солтүстікке жетті. Мұнда бәрі ақ түсті, айналаны қар мен мұз басып жатқан еді. Ақыры ол қар ханшайымының мұздан салынған үлкен сарайын тапты. Сарайдың ішінде Кай отырды. Бірақ ол Герданы танымады. Оның көзі де, жүрегі де мұздай суық болатын. Кай мұз кесектерінен әріптер құрастырып, мәңгілік деген сөзді жазуға тырысып отырған еді. Герда оны көріп, көз жасына ерік берді. Оның көз жасы шынайы махаббат пен достықтан туған еді. Сол жас Кайдың жүрегіне тамғанда сиқырлы әйнектің сынығы еріп кетті. Кай бәрін есіне түсіріп, Герданы таныды. Балалар бір-бірін құшақтап, ұзақ уақыт жылады. Осы сәтте қар ханшайымының сиқыры әлсіреп, оның билігі жойыла бастады. Кай мен Герда бірге үйлеріне қайтты. Олар жол бойы көктемнің қалай келгенін, қардың еріп, гүлдердің қайта ашылғанын көрді. Өз үйлеріне оралғанда, олар бұрынғыдан да ақылды, мейірімді болып өсті. Бұл оқиға оларға ең үлкен күштің суықта емес, жылулықта, ал ең мықты сиқырдың достық пен махаббатта екенін түсіндірді. Осылайша, қар ханшайымының суық әлемін адам жүрегіндегі жылулық жеңіп шықты.